Саламатсыңдармы, балалар? Менің аты-жөнім Ғазиза Ниязалиевна. Мен сендерге бүгін әдебиеттік оқу пәнінен жаңа сабақ өтем. Олай болса, жаңа сабағымыздың тақырыбы бейбіт өмір тамаша. Ал балалар, сабағымыздың мақсатына келейік. Сабағымыздың мақсаты өлеңдегі негізгі ойды анықтаймын, және де шығармашылық жұмысты түрлі нұсқада ұсынамын дейді. Ал балалар, келесі суретке қарайықшы. Бұл суретте балалар табиғат сұлулығын көріп тұрмыз, иә? Аспанмен таласқан таулар көріп тұрмыз, иә? Жасыл желек шөптер, қарағайлы ну орман көріп тұрмыз, жарайсыңдар. Енді осындай әсем, сұлу, көркем табиғат аясында балалар не істеп жүр балалар? Ойнап жүр, иә? Балалар еш уайымсыз, қайғысыз, көңіл күйлері көтеріңкі, қандай керемет ойнап жүр. Енді олай болса, бұндай өмірді балалар бейбіт өмір деп аталады. Бейбіт өмір деп атайды екен. Ал олай болса, балалар, келесі слайдта біз бүгін тыңда айтары бойынша Ақ көгершін әнін жазған Баймұхамедов, ал сөзін жазған Жұбанов. Осы әнді тыңдап қосыла шырқаңдар дейді. Әуелі тыңдамас бұрын балалар, ақ көгершін келесі слайдқа қарасақ, көгершіннің қандай құс екенін көрейік. Көгершін дейді, жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс деп саналады екен. Көгершін дүние жүзінің көптеген халықтар үшін бейбітшілік құсы деп белгісі екен. Ал енді осы өлеңнің шығу тарихына келейік. Жеткіншек ұрпақтың болашақта экологиялық таным түсініктерін, табиғатқа деген қамқорлық сезімдерін дамытып, экологиялық мәдениетті азамат тәрбиелеу болып отыр екен. Және де табиғат сыйын бағалай, қадірлей білуге, баға жетпес, байлығына қамқор бола білуді міндеттейді екен. Олай болса, осы өлеңді, кәне бәріміз ақ көгершін өлеңді бірге шырқайық.
Ал жарайсыңдар балалар. Міне керемет әнді бәріміз бірге шырқадық. Олай болса біз Оразақын Асқар деген жазушымен танысамыз бүгін. 1935 жылы туылып, 2019 жылы дүниеден өткен ақын. Қытайдың шығыс Түркістан өлкесіндегі Іле аймағы Мүкей Қаратас жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорға қазақ тіліңді», тағы да басқа өлеңдері бар екен. Олай болса біз балалар бүгін түсініп оқы айдары бойынша біз осы ақынның, Оразақын Асқар жазған өлеңі, осы ақынның «Жұлдыз тойы» атты өлеңімен танысамыз. Ал балалар, бірінші мен оқимын, ал сендер менімен бірге қосылып оқып отырыңдар. Дайын ба балалар? Бастайық. Юрий ашып ғарышты, аймен адам танысты. Мен ұшамын бетке алып, есек қырған Марсты. Шолпан, Уран, Сатурн іздеп келе жатырмын. Меркурий, Нептун, Плутон қарсы алатын батырмын. Табылар бір тіршілік, көреміз деп құлшынып, сыйға тартам жоқ болса, егіп өзім гүл шыбық. Ғарыш қару қоймаға айналар деп ойлама, соғыс емес жұлдызда болады тек той ғана, деп Оразақын Асқар керемет өлең жазған екен. Ал енді осы өлеңдегі берілген сұрақ тапсырмалармен жұмыс жасайық. Олай болса, талда айдары бойынша табылар бір тіршілік деген кейіпкердің арманын түсіндіріп беріңдер. Олай болса, ғарышта тіршілік жоқ. Бізде жерде білесіңдер, қандай тіршілік есі бар. Жан-жануарлар, өсімдіктер, тіршілік. Олай болса, осы өсімдіктерді біз ғарышта не істей алмаймыз дейді, көре алмаймыз дейді. Енді ақынның басқа ғаламшарға бару туралы арманы орындалу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Қазіргі техниканың дамып келе жатқанда, болашақта біздің балалар да, болашақ ұрпақ та ғарышқа барып өз арманына жетеді деген ойдамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді анықта айдары бойынша келесі слайдта балалар. Мына заттар ақын үшін ненің белгісі? Қараңдаршы. Бізде берілген шыбық, жаңа өлеңде айтылған гүл, олай болса, бұл тіршіліктің белгісі, балалар. Енді бейбітшілік белгісі ретінде бұл суретке тағы не қосар едің? Ойланып көріңдерші, балалар. Кәне? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Олай болса, тіршіліктің иесі ретінде біз бейбітшілік, ақ көгершінді қосар едіңдер. Өте жақсы, бейбітшілік құсы деп осы ақ көгершінді қосар едік. Жарайсыңдар, өте жақсы, дұрыс таптыңдар. Енді балалар, қорытындылы айдар бойынша келесі слайдқа қарайық. Өлеңдегі негізгі ойы қай шумақта? Соны оқып беріңдер дейді. Ал бәріміз таптық деп ойлаймын. Олай болса, кәне осы шумақты бәріміз бірге оқиық. Ғарыш қару қоймаға айналар деп ойлама. Соғыс емес жұлдызда болады тек той ғана дейді. Балалар, әрдайым бейбітшілік болсын, соғыс ешқашан болмасын деп барлығымыз тілейміз. Керемет жазылған өлең екен. Енді балалар, үйге берілген тапсырма, үй тапсырмасы, тілегіміз бейбіт күн тақырыбына сурет саламыз, және де өзіңе ұнаған шумағын жаттап аламыз. Енді үшінші балалар, Білген Академия сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырыпта қаншалықты меңгергендерімізді білу үшін тест тапсыруды да ұмытпайық. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.